Достар, бүгін сіздерге сол баяғыда шығарған жалқаулықты қалай жеңуге болады деген видеоның жауабы шығады. Яғни осы сияқты адамдар маған біраз жазды, жалқаулықтан 100% құтылғым келеді деген, мен өте қуаныштымын. Иншалла, бүгінгі мен айтатын нәрсені істесеңіздер, жалқаулықтан 100% құтыласыздар. Бірақ та мұқият болыңыздар. Әр нәрсені істеп қажет емес, тек қана мен айтқан нәрсені ғана істесеңіз, жалқаулықтан 100% құтыласыз. Қараңыз, былай жасайсыз. Таңертең ерте тұрасыз, может барлық адамдар ұйықтап жатқан болуы мүмкін, ондай болса тамаша. Или далаға көшеге шығасыз, или болмаса бір бөлмеде жалғыз өзіңіз, жақсылап тұрып ойланасыз. Яғни бүгінгі күнде жалқаулыққа сізді не жетектеп алып келді? Не себеп болды, чтобы сіз жалқау болуыңыз үшін? Қандай минустарыңыз бар? Соны жақсылап ойланасыз. Қанша проблема болса бәрін ойланасыз. И содан кейін міндетті түрде қағазға жазасыз соны. Жазбасаңыз, это не работает, сразу айтайын. Жазбай миымда сақтап қалам десеңіз болды, ол жеңілмейді, ол жалқаулық. Тек қана қағазға жазасыз, и жақсылап тұрып оқып шығасыз жаңаларды. И қараңыз, сол минустарыңызды, яғни проблемаларыңызды плюсқа айналдыру үшін тек қана сол проблеманың үстіне ғана жұмыс жасайсыз. Біз мына нәрсе қалыптастырып қалғанбыз ғой. Біреудің минусын табамыз, біреудің минусын көреміз, бірақ та өзіміздің көрмейміз. Көрдіңіз ба? Наоборот, біреудің плюсын көру керек. Өзіңіздің минусыңызды көруіңіз керек. Егер сіз минустарыңызды плюсқа айналдырып отыратын болсаңыз, всегда сіз әрқашанда жетістіктің үстінде жүресіз. Түсіндіңіз ба, Так, солай жасадыңыз, тек қана сол минустарды плюсқа жасау үшін, соны дұрыстау үшін, привычка, характер, бір жұмысты бастадыңыз, аяғына жеткізбейсіз ба, солардың барлығын плюсқа айналдырасыз. Еще совет керек болса, мен Құдай қаласа прямой эфирлерде сіздерге может айтып беруім мүмкін. Соларды бәрін плюсқа айналдырасыз да, содан кейін ертерек, тезірек өзіңіздің өмірдегі направлениеңізді, жолыңызды табуға әрекет жасаңыз. Түсіндіңіз ба? Жолыңызды табыңыз. Ана жерге мұрныңыз соғып, мына жерге мұрныңыз соғып, ана жұмыс, ана жерде ақша көп екен десе, сол жаққа бар, мына жақта ақша көп екен десе, сол жаққа бар. Ондай жұмыс жасайтын болсаңыз, ешқандай жетістік болмайды. Любой жетістікке жеткен адамдарды былай алып көріңіз, қарап, биографиясына. Мысалы, Қазақстандағы Геннадий Головкин. Ол қай направление бойынша көтерілді? Именно бокс бойынша. Ол бизнес бойынша, мал шаруашылығы бойынша, или бір басқа бір сала бойынша көтерілген жоқ, ол тек қана бокс бойынша. Значит, өзінің направлениесі тапты. Дәл солай, сізде өзіңіздің жеке, жалғыз направлениеңізді тауып алыңыз. И соның үстінде әбден жұмыс жасаңыз, әбден шаршамай, тоқтамай, вообще керемет жұмыс жасаңыз. Сонда сіз любой жетістікке жете аласыз. Түсіндіңіз ба, И сізде жеке даму, личное развитие болады. Жалқаулықты жеңесіз, и үлкен нәтижелер болады. Егер осы нәрселерді мен айтқан сияқты істеп отыратын болсаңыз, мен сізге айтайын, 100 емес, 200% сіз жалқаулықты жеңіп жетістікке жететін адамдар қатарына қосыласыз. Осыны обязательно істеңіздер.